Құрметті қауым, бүгін әрине біздің барлығымыз Айнұр Абсатовқызының мерейтойын қуанышын бөлісіп, бірге қуанып отырмыз. Бірге туған туыстары да, осы достары да, әріптестері. Дегенмен бір адамның көңіліндегі сезім ерекше шығып, онау төрде отырған Әсемгүл апамыз. Себебі ана мен баланың арасындағы қарым-қатынасты Алла тағала тек сол кісілерге берген, оны ананың жүрегін тек ана болған адамдар ғана түсінетін шығар. Біз тіпті ер адамдар оны ешқашан түбіне жетіп түсіне алмаймыз. Сондықтан апа, бірінші кезекте сіздің бүгінгі үлкен қуанышыңыз, қызығыңыз құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Баланың кішкентай кезінен бастап түрлі тілек айтылады, бата беріледі. Апа, сіз отыра беріңіз, апа. Маған ыңғайсыз болады сөйлеу. Кішкентай кезінен баталар беріледі ғой, сонда айтады. Атаның баласы болма, әулеттің баласы бол, әулеттің баласы болма, ұлттың баласы бол деп айтып жатыр. Сол сіздің енді басқа балаларыңыз әрқайсының өз өмір жолы бар, алған биігі бар. Бірақ біз үшін бізге белгілі Айнұр қызымыз сіз үшін де бір төбе шығар. Бірақ біз үшін ерекше. Себебі Айнұр сол бала кезінде берілген баталардың бәрін сіңіріп, орындап, өзіңіз қарап отырсыз, мені бүгінгі мерейтойында 10-нан астам мемлекеттің өкілдері отыр. Бүгінгі мерейтойына 30-дан астам мемлекеттегі біздің жаңашырларымыз құттықтауларын жіберуде. Сол себептен де Айнұр қызыңыз бүгін атаның қызы емес, әулеттің қызы емес, қазақтың ғана қызы емес, әлемнің қызы болып отыр. Әлемнің азаматы болып отыр. Бұл сіздің бақытыңыз, апа. Осы бақытыңыз баянды болсын. Айнұр тек қана өзі айналысатын істің өзінен кейінгі толқынға үйретіп қана қоймай, өзі қайраткерлікпен қазақтың намысын дзюдодан болсын, тоғызқұмалақтан болсын, барлығында қорғап жүріп, сонымен қатар өзі ортаны кеңейтіп жүреді. Шынын айтқанда, менің осы тоғызқұмалақ қауымдастығына келуіме мұрындық болғанда Айнұр. Кезінде Еркетай ағам екеуі келіп, маған қолқа салып, содан бері осы тоғызқұмалақтың жанашырының бірі ретінде осы іспен бірге айналысудамыз. Айнұр шәкірттері қанша тәрбиеленген. Бүгін мысалы ортамызда тұрған Әсел қызымызды қазақтың тоғызқұмалағының жарық жұлдызы деп. Осында Қазақстандағы тарихтағы ең алғашқы еңбек сіңген спорт шебері Әсел болса, өзі бар жоғы 4 еңбек сіңген спорт шеберіміз бар. 4-еуі де осы залда Айнұрды құттықтап келіп отыр. Айнұрдың жетістіктері, қазіргі тоғызқұмалақтың жетістіктері, ол осында отырған біздің ардагерлеріміздің бақытты шақтары. Себебі бұл кісілер өмір бойы осыны армандады. Қашан тоғызқұмалақ қанатын кеңінен жайып, ешқандай кедергісіз қолдауымен алға дамиды деп. Сол істің басы-қасында қайраткер болып жүрген сіздің қызыңыз Айнұр. Сондықтан апа, барша тоғызқұмалақ қауымдастығы атынан, дүние жүзіндегі 30-дан астам мемлекеттегі біздің ойыншылар, жаттықтырушылар, қайраткерлердің атынан сізге басымызды иіп алғыс айтамыз. Көп рахмет. Айнұр өзі бір жағынан дзюдомен айналысқан, волейболда ойнайды, бадминтонда ойнайды. Волейболшы қыздар отыр ғой Димаш. Келесі жолы Айнұрдың туған күніне келгенде таңертеңгі ойындарымызға бізді шақырыңыздаршы. Бағана интернеттен көріп қызығып кеттік. Біз неге болмадық сол жерде. Ал енді Айнұр сонымен қатар өзі осыдан мен бір апта бұрын Ханбибі Есенқарақызы деген ақын апамыздың туған күнінде болып едім, мерейтойында.
Сонда ол кісінің ерекшелігі мінезі бар. Ол кісіні әрдайым бәрі біледі ол мінезді екен. Айнұрдың да енді дзюдодан тәрбиеленген мінезі бар. Сондықтан біздің Тоғызқұмалақ қауымдастығының ішінде Айнұр тәртіптік кеңестің төрағасы. Осындағы жігіттердің барлығын Айнұр тәртіпке салады. Менің шамам жеткенде мен Айнұрға жүгінемін. Айнұр өзінің жүретіне башы өсін. Содан кейін Айнұрдан кейін барлығы өзінің жөніне келе барады. Сондықтан Айнұр қызымыз әлемнің азаматы, әлемнің қызы болса, Тоғызқұмалақтың қайраткері. Осыны ескере отырып, дүниежүзілік Тоғызқұмалақ қауымдастығы осы жерде Айнұрдың досы, інісі Мақсат менің орынбасарым келіп отыр. Мұнда жаңағы айтқан біздің жарық жұлдызымыз Әсел, Тоғызқұмалақтың әдістемелік деңгейін жаңа биікке көтеріп жүрген Мақсат, өзі қарапайым мемлекеттік жаттықтырушы. Мен Сұлтан Сартаевты көрдім, 75 жасында өзі келген қонақтарында суретке түсіріп жүрген. Өзіне тос берген кезде суретке түсіріп жүрген дастан ғана шығар. Сондай қарапайым адам. Ешкімге сенбейді ғой. Дұрыс түсірмейді, дастан. Әйеліне келінге сеніп тапсыршы. Міне дастан мемлекеттік жаттықтырушы. Және үш дүркін әлем чемпионы Серік Ақтаев, федерацияны. Біздің барлығымыз ақылдасып, ақсақалдармен кеңесіп, сіздің қызыңызға Тоғызқұмалақ қайраткері деген атақ беріп, сол төсбелгіні тапсырмақ сөйлетіңіз. Айнұрдың көйлегін бұзбас үшін бірінші камзол кигізіп, сол камзолға тағайын. Осы Айнұрдың бағындырған биіктер аз емес, адами биіктерді, атақтары да, кәсіби биіктерді. Апа, бірақ мен ойлаймын, ең үлкен биік ана болуы. Міне бүгін сіздің бақытыңыз болса, Айнұр Мединаны тәрбиелеп өсіріп отыр. Медина, әрдайым анаңа бақытты шақтарды сыйлайды, бақытты бол. Біз жаңа жақсы айттыңыз, Алла қаласа Мединаның тойында, құдалығында қызмет жасап, сол тойда апа бірге отырыңыз бізбен бірге. Тойдың төрінде отырыңыз. Айнұр адами, кәсіби, азаматтық, аналық бақыт тілейміз. Сол бақыт баянды болсын. Осы бүгін ең алғашқы әннен бастап ана бақыты туралы басталды. Біз апа сіздің аналық бақытыңызға арнап, Айнұрдың аналық бақытына, Алла қаласа болашақта Мединада бақытты ана болсын. Барлық осы жерде отырған аналарға арнап сіздердің бақыттарыңыз деп қосылып, кәдімгі ең атақты ана туралы бала кезімізде құлағымызға сіңген әнді айтайық. Біз Тоғызқұмалақ қауымдастығы қосыламыз. Басқа айтасың ба?